1930 жылдың 14 наурызында Қазақстан пионері газетінің бірінші саны жарық көрді. Республиканың түкпір-түкпіріне таралып, тиражы рекордтық көрсеткішке ие болған сол басылым бүгінде 80 жаста. 80 жылдың ішінде талай жас журналистердің қалыптасуына ықпал еткен, қазақ журналистикасының дамуына үлес қосқан бұл басылымның бүгінгі хал-ахуалы қандай? Кезінде Қазақстан пионері газетін қолынан тастамай өскен ұрпақтың бүгінгі ұланы Ұлан газетін қаншалықты қолынан тастамай оқиды? Өзде Ұлан газетінің тілшісі болған Мәулен Алғазы балалар басылымдары жайлы ой шертеді. Мәулен мырза, Ұлан газетінің жас тілшісі болған кезіңіз есіңізде ме? Әрине, ауылдан Алматыға аттанған ақ конверттер апта сайын сүйіншісін арқалап кеп тұратын. Ұлан газетінің жас тілшісі деген куәлікті алған күн мен үшін ең бақытты күндердің бірі. Газеттің бүгіні мен кешегісін үңіліп көрсек. Бұл басылымның тарихына үңілсеңіз, талай сырлардың, ғажаптардың куәсі боласыз. Тарихын парақтасан талай мықтылардың қолтаңбасын көрсететін бұл басылым да 80-нің сеңгіріне шығыпты. Ахмет Нұралин бастаған бас редакторлар тізімінде Арғыда Саттар Ерубаев, Сақтаған Бәйішев, Кемел Тоқаев сынды кіл зиялы қауым есімдерімен тізіліп, бергіде Сансызбай Сарғасқаев, Әбілфайыз Ыдырысов, Сейдахмет Бердіқұлов, Фариза Оңғарсынова сынды салмақтармен жалғасады. Лениншіл жастың қанатынан шыққан пионер октябрь балаларына кейіннен бүкіл одақты дүркіреткен Қазақстан пионеріне айналды. 91 жылдан бастап тәуелсіз елдің ұланы қалыптасты. Сол кезде әшейін көктен түсе қалған жабайы халық болып есептелдік. Бізде қалада болмаған деген сияқты. Міне осының барлығын балалардың санасына бірте-бірте біздің жабайы халық емес. Біздің кезінде оқыған, дамыған кәдімгі біздің әріптеріміз болған. Міне осыларды үйрету керек болды, айту керек болды. Еңсесін көтеру керек болды балалардың да. Балалар әдебиетіне сүбелі үлес қосқан Сұлтан Қалиұлы бастаған сол кездегі редакция ұжымына істі дөңгелетіп әкету оңайға соқпады. Десе де бесіктегі баланың идеологиясын жүргізу осы басылымның міндеті екенін анық ұққан олар күні бүгінге дейін сияларын газет бетіне сіңіріп, қолдарының қары талғанша қызмет қылып келеді. Мысалы, Ұланның әжесі атанған Алма Үмбеттегі ғұмырын балаларға арнағанына биыл 35 жылдың жүзі болыпты. Балалар басылымы балалық шақтың айнасы. Балалық шақ дегеніңіз ол тазалықтан жаралған, адалдықтан, пәктіктен, мөлдірліктен. Демократияның дамуына өз мәселесін өздері шешуге ұмтылған Ұланның жас тілшілері де үлес қосты. Мысалы, мына біздің жас тілшілеріміздің белсенділігі керемет болды. Олар мәселен мына тіпті мұғалімдерге дейін сынауға тура келді. Педагогикалық тұрғыдан сынауға болмайды, бірақ шектен асып бара жатқанын енді қалай не істейміз? Қазіргі балалардың дүние танымы, ой өрісі бұрынғылармен салыстырғанда әрине ертеректегі біздің өзімізбен салыстырсақ, ұрпақ ауысқан сайын өзі арамыз жер мен көктей болып баратқандай. Сол талаптан шығуға тырысамыз, жүктелген міндетті орындауға күш саламыз. Бүгінде бұл басылымның басына белгілі ақын, танымал журналист Есей Жеңісұлы келген. Ел артқан сенімді ақтауға ұмтылған ұжымда жастармен толыққан. Мақсат бір, қайтсек қазақ балаларының қызығушылығын арттырамыз. Қазір біздің республика бойынша тиражымыз 16770 дана. Бұл былтырғы дәл осы кезеңмен салыстырғанда 500-600 данаға көп, бірақ ол біздің көңілімізді демдей алмайды. Неге? Өйткені бұл газеттің 1980-85 тіпті 70 жылдардың ортасында 230-250 мыңға дейін тираж жеткенін білеміз. Бұл дегеніңіз, Қазақстанда шамамен 8 мың мектеп бар болса, бүгінде Ұланды әр мектептен 1-2 бала ғана оқиды деген сөз. Ал кейбірі тіпті атын естімегенде. Ұлан деген газет естісің бе? Естіген жоқпын ондайды. Ұлан деген газет бар екенін білмейсің бе? Білмеймін. Оқисың ба сол газетті? Иә. Шынында үйде оқисың ба, оқымайсың ба? Апам алып келеді. Енді достарым көп оқи бермейді, бірақ бір Еркебұлан деген досым болған, сол оқиды. Қазір балалар басылымдарының осы таралымына байланысты жағдай қиындау. Себебі біздің әкім қараларымыз өздерін сынаған, өздерін сынай алатын бағанаға үлкен газет журналдарға ғана таралым жасауға күш салады. Ал енді балалардың басынан сипай қоятындай мейірім, қайырым деген оларда қазір жоқ.
Қазақстанда 20-ға тарта балалар басылымы бар болса, соның 5-тен 1-і ғана мемлекеттік. Олар Балдырған, Ұлан, Ақжелкен, Дружная ребята басын қосып, Жас өркен жауапкершілік шектеулі серіктестігінің қанатына жиылған. Серіктестік басшысы Жүсіпбек Қорғасбектің айтуынша, бүгінгі таңда баласын не оқып жатқанына ата-анасының басы ауырмайды. Таралым артуына көмек қолын созуға білім министрлігі де мүдделі емес көрінеді. Білім министрлігіне тікелей біз қазір ауызша ғана қарым-қатынасымыз болып, бір-екі хат жөткөгеніміз болмаса, газеттің бетінде біз ол мәселені әлі қозғай қойған жоқпыз. Қаламгер азамат форумын ұйымдастырушы Айдар Қырықбаевтың айтуынша, таралым министрлік бас ауыртар мәселе емес. Біздің жалпы журналистеріміз көп түсіне бермейді, ол шығармашылықтың жолында жүргенбіз дейді да, тек шығармашылықпен айналысады. Жоқ, олай емес, мен керісінше болу керек сияқты. Бірінші шығармашылық, екінші рет менеджерлік қабілет болу керек. Балалар басылымның қадірін қайтсек арттыруға болады. Сонда бұл іспен кім айналысу керек? Көптеген бізде қазақ басылымдары бізден үкіметтен немесе мемлекеттен қолдау жоқ дейді. Жоқ, қолдау бар. Ол қолдау біріншіден сол жерде қызмет атқарған журналистерге жалақысын төлеп отыр. Кеңсе мәселесін шешіп беріп отыр, мысалы, компьютер мәселесін шешіп отыр. Осының өзі үкіметтен қолдау. Бүгінгі таңда Таразының бір басында басылымның сәнді мұқабасы, әдемі суреті, сапалы қағазы тұрса, екінші басында оның мән мазмұны айтары тұрады. Көп жағдайда осының біріншісінің басы ауыр тұртатын сияқты. Қағаз онша емес, тағы да ол шешеттері домалақ болып кеткен, жыртылған сияқты болған. Сол жерлері ұнамайды қағаздың. Тоқпағы мықты болса, киіз қазық жерге кіреді. Көп кезде осы тоқпақпен жекеменшік басылымдарға күштеп жаздыру жүреді дейтін қауесетті де құлақ шіркін шалып қалды. Мектептен таратады. Таратқан кезде қалай? Зорлықпен тарата ма жоқ қалай? Алымдар алмасын Зорлық ойнап сенде. Өздері береді. Өте көп болады. Олар атын айтпайды және. Білім басқармасынан дейді, әкімшіліктен дейді, аудандық әкімшіліктен дейді, тағы біреулер жеке қызықтырады. Мен сіздердің мектептеріңізге ананы алып берем, әйтсе өзіңізге мынандай сыйлық жасаймын деген сияқты. Ал мен басымды көтеріп айта аламын. Үйтіп ешкімді жаныңмен, арыңмен, шын мәнінде ел баласы үшін, ел жүреп істелініп отырған еңбегім үшін мен мынау алтын басымды қорғылып, мойынға айналдырып, кез келген жерге игім келмейді. Кемедегінің жаны бір. Балалар басылымның бас ауыртар мәселесін қымбат Әбілда қызы да бір кісіде арқалап келеді. Мен ұланымның 80 жылдық мерейтойымен құттықтай отырып, ондағы әріптестердің сәл сілкініп жаңағы, ол мемлекеттікі, мемлекет шығарып жатыр, бәрі мемлекет істеп жатыр, әйтпесе істей алмай жатыр дегеннен көрі, өздеріне қамшы басуларын тілеймін. Біз қанша қазіргі заманның ығында кетсек те, ұлан ол ұлттың ұяты шынында. Ол октябрь балалары кезінде де, ол пионер болып тұрған кезінде, ол жарты ғасырдан астам Қазақстан пионер болып тұрған кезінде де таза қазақ баласының санасын өсіруге қызмет етті, және сол мінезінен әлі айныған жоқ. Алдағы уақытта мен өзіміздің 16 мың жас оқырманымызды 3 есе 48 мың, 60 мың, 70 мың неге болмасқа деп шақырамын. Алып қосарыңыз бар ма? Бүгінгі бесіктегі бала ертеңгі елдің азаматы. Ұядан нені көрсе шыққанда соны ілетін балапанның ісі бізге үлгі. Кешегі қаптаған Қазақстан пионерлерінің бүгінгі балдырғандары неге ұлтының ұланын айналып, арманның ақ желкенін желбіретпеске? Мен ұлт үшін осы шара ұтымды деп білем. Көрермен, өз ғұмырыңыз бен балаңыздың ғұмырын таразыға тартып көріңізші.